Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына орай ұлы ақынның өлеңдерінен үзінді оқу эстафетасын Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтан қабылдадым. Ұлы Абайдың жас ұрпақтың білім алып, ғылымды игеруге айрықша мән беретіндігі оның өлеңдері мен қара сөздерінен байқалады. Абай атамыз әр адамды ең бірінші кезекте өзіне және біліміне сенуге шақырады. Сенбе жұртқа, тұрса да қанша мақтап, әуре етеді ішінде қулық сақтап, өзіне сен, өзіңді алып шығар, еңбегімен ақылын екі жақтап. Өзіңді сенгіштікпен әуре етпе, құмарпаз боп мақтанды қуып кетпе, жұртпен бірге өзіңді қосалдасып, салпылдап сағым қуған бойда еппе. Қайғы келсе, қарсы тұр, құлай берме, қызық келсе қызықпа, оңғақ керме. Жүрегіне сүңгіде, түбін көзде, сонан тапқан шын асыл тастай көрме. Кезекті эстафетаны еліміздің білім және ғылым саласының қызметкерлеріне, ұстаздарға, жоғарғы оқу орындарының ректорларына, оқушылар мен студенттерге жолдаймын.